бисмилля деп бастайық. Қалайсыз өзіңіз? Кешегі өрт болып жатқан жерлерде мешіттердің аман қалуы, Құран кітаптың аман қалуы, осындай секілді бір дүниелерге қаншалықты біз мән беруіміз керек? Имам Байхақ, имам Табарани жеткізетін хадис. Адамдарға кім пайдалы, Алла соны жақсы көреді дейді. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Мен имам болам деп жүрген адам емеспін. Мен өмірімде ойламағам діни оқиын деп. Бізге көп қойылатын, келетін, өмірімді өзгерткім келеді, не істеймін деген сұрақ қой. Неге бірінші қадамды Алла жасау керек? Неге сіз бірінші қадам жасамайсыз? Жалпы адам қашан бақытты болады деген кезде, Аристотельдер баяғыда айтқан екен де, адамның жүрегі тыныш болған кезде дейді. Сөйтсе біздің Алла тағала не деді? Адамның жүрегін тыныштандыратын бір-ақ нәрсе бар деді. Ол не? Ол Алланы еске алу деді. Сексологы бар, басқасы бар. Осы ненің ішінде уже мынау намазхан, орамалдағы қыз келіншектер, кейбір сондайдан ұстаз болып кеткен әйел адамдар бар да. Ер адамдар да бар. Білмеймін енді. Оны бір көрейін деп те көрмейсің. Иә? Ол шығып қалады енді. Мүмкін контент үшін анандай сирек кездесетін нәрсе айтамын деп, хайп аулаймын деп, сондай ұятымыздан айырылатын нәрсе айтпаңыздар. Жарқын ұстаздан осы бір инстаграмда видео бар ғой. Ұстаз бір насихат айтсаңызшы десе, дәретпен жүруші деп. Мысалы бір адамды елестетейікші дейді, басқа дінді ұстанады. Немесе тіпті діндар да емес та. Ол адам бір жақсы бір кісі дейді, бірақ жақсы. Құдай оны азаптай ма не дейді. Мен айтам. Бұл нәрселер өзіміздің бойымыздан табылмаса, значит, біздің иманымыз пока ненормально. Сенің анау Құранды оқып, кішкентай бір-екі жерінде шатасып, бірақ тырысып жатқаның сондай сүйкімді әрекетті ол. Тәжірибемде қолданып көрдім. Пайдасын берді, шынымен сол сөзге сену керек. Бір бауырымыз тіпті енді бүйтіп жазып жіберді. Мен өз-өзіме қол жұмсайын деп отқам деді. Бірақ сіздің кешегі айтқан сөздеріңіз сондай әсер берді. Мен өмірге деген көзқарасымды тағы бір өлшеп, жаңадан бір қарап алып, ол ойымнан қайттым. Алла разы болсын деп рахмет айтып жазып жіберіп отыр. Суды микрофонды алшақ ұстап ішуге тырыстым. Енді бұл жерде кім Құдаймен шынайы? Құдай да онымен шынайы. Ассалаумағалейкум, қадірменді құрметті көрермен. Сіздермен бірге әдеттегідей жұма подкаст, Елдос Жұмаділда ұстазымыз. Қайта қауышқаныма ұстаз қуаныштымын. Бисмилля деп бастайық. Бисмилля деген сөзден шығады. Миот Исмаил, Миот сататын ағамыз бар ғой. Ол кісі бұрын сирадан дәріс түсірген екен, оказывается, оны кейін біліп жатырмын. Сол кісінің бисмилля деп айтқан сөзі өте бір жастар арасында жақсы таралып кеткен екен да. Бір жерде байқап қалдым, жастардың сол тонда бисмилля деп айтқан, яғни кәсібімен қатар осындай болып адамдарға бір жақсы дүниені үйретіп пайдалы болып жүр да. Сол секілді біздің де подкастымыз, біздің де отырысымыз осы адамдарға пайдалы болсын деген ниетте бастайық. Қалайсыз өзіңіз? Жақсы, Аллаға шүкір, жаман емес, барлығы тамаша. Машалла. Ұстаз, енді подкастымызда әңгімемізді өрбу үшін әлбетте енді сұрақтар ғой, сол баяғы халықтан келетін, жекеге келетін, комментарийге келетін. Бірінші сұрағымыз, жалпы бұл сұрақ бұған дейін де қойылып жүрді, бұл сұрағымыз. Бірақ қазір енді жаңадан намазға келіп жатырған, жаңадан дінді түсініп жатырған адамдар көп болған себепті бұндай сұрақтар қайтадан қойыла беретін секілді. Сол себепті осы сұрақтарға да бір қайтадан тоқталып кете бергеніміз жөн сияқты болып көрінеді. Енді Рамазанда мысалға жаңағы түкірікті жұтуға бола ма деген сияқты сұрақтар сияқты ғой. Жұмыртқадан Алла деген жазудың шығуы, бұлттардан Алла деген жазудың шығуы, жаңағы кешегі өрт болып жатқан жерлерде мешіттердің аман қалуы, Құран кітаптың аман қалуы, осындай секілді бір дүниелерге қаншалықты біз мән беруіміз керек. Жаңағыдай заттар, Алла деген, Мұхаммед деген жазумен шыққан заттарды сақтауымыз керек па? Оларды көрген кезімізде қандай реакция білдіруіміз керек? Соған бір тоқталып кетсек. Жалпы
Бұндай нәрселерге негізі мән беріп керек емес. Себебі бұл нәрселер бірдеңкенің белгісі, бір жаңағындай Алланың ұлықтылығын білдіретін бір нышандар, Алланың бар екенін ақиқат ететін бір белгілерден емес. Белгілерден емес. Неге? Өйткені Алла тағала жалпы бізге одан алдын белгілерді, ақиқатты, кітапты, істеу керек болған инструкцияларды, амалдарды барлығын бізге айтып жіберіп қойған. Жалпы ғибратты ондай нәрселерден іздеп керек емес жаңағындай. Мәнді мағынаны қазір свет сөніп қалса, аспаннан бір бәле пайда болса, егер де менде жаңа 6-шы саусақ өсіп кетсе деген сияқты нәрселерден бір не іздеп керек емес, Құдайдың барын, Алланың құдіретін іздеп керек емес та. Өйткені Алла тағала құдіретін былайша айтқан кезде бізге уже паш етіп қойған да. Адам жан-жағына қараса, айналасына қараса, күн мен айға қараса, шынымен де сондай бұлт деген үлкен жаратылысқа қараса, сондай кішкентай ғана мамық болған мұлт, аспанда сондай қаншама тонналаған суды өзіне алып жүзіп жүргені, жаңа біз бір сурет салу үшін бірдеңеге қарап саламыз, ал Алла тағала ештеңкеге қарамастан, жаңа бадиус самауати вал ард дейді, әл-бадиа, ештеңкеге қарамастан, жаңа бірдеңкеге қарап бір материалдан емес, жоқтан бар етіп, қайталанбастай, ештеңкеге қарамастан өзінің ұқсасы болмаған нәрселер жаратып жатқан Алла тағаланың белгісіне жан-жаққа қарасақ біз уже көре береміз да негізінде. Сол себепті сондай бір күнді жаратты, ып-ыстық, демек ол құдіретті, одан ақ түсіне бересің да сен. Сол үшін бұндай нәрселерге мән беріп керек емес. Ал егер де біз оны анан қара, Құран аман қапты, анан қара, мешіт аман қапты деген нәрселерге белгі болып қарай беретін болсақ, Құдай қандай кейбір кезде нелер де болып қалады, оқиғалар да болып қалады, басқаша оқиғалар да болады. Мешіттерінде қирап қалып жатқан оқиғалар да мешіттерінде бар. қирап қалып жатыр. Біреу әдейі арнайлап тұрып Құранды өртеп жатқандар бар. Ал ол өртеп жатып анандай посыл бар да бұл жерде, ал Құдайларың бар болса неменеге бір бізбен бір бәле істемейді деген сияқты да. Сақталып қалмайды деген секілді. Олар түсінбейді да, бірақ бұл дүние дарул бәлә уәл имтихан деп айтамыз біз. Бұл дүние не нәрсенің мекені? Сынақтың және емтиханның мекені. Сынақ және емтихан. Бұл дүние жазаның, біреудің жаза алып кететін, біреудің нақты жаңағындай кім екенін толық маскасын шешіп, толық істеген айыбы үшін жазасын алып кететін мекен емес та бұл. Ал енді ғалымдарымыз айтады, ал енді барлық адамдар істеген жамандықтар үшін бірдей толыққанды 100% жаңағы несін алып кететін болса, жазасын дейді. Онда сынақтың мәні жоқ. Онда сынақтың мәні жоқ. Онда бұл дүниеде барлығы Құдайға иман келтіріп амал жасайтын еді. Өйткені барлығы білет, боқтақ қояды, біреуге ұрып жібереді да. Темек тартып жібереді, біреуге удар алып қалады да. Жаңағындай да мысалға. Біреуге зиян келтіресің, өзің почкаңа ұрып қой. Ол бүкілі сезіліп тұрады да. Онда сынақтың мәні қалмай қалады да. Сол үшін Алла тағала олар жазаламаймын деген жоқ. Жазалаймын деді. Әр адам өзінің істеген амалына сай ертең қияметте жазасын алады деді. Фәмән яъмал мисқала зарра хайра яра. Шаңның тозаңдай жақсылық жасадың ба, көресің, шаңның тозаңдай жамандық жасадың ба, оны да көресің деді. Сол себепті бұл дүниеден жаңағындай кішкентай мәселелерге мән беріп керек емес. Мән бергенде жаңағыдай бір асыра сілтеп, маған бір белгі керек болып келіп тұр. Яғни мен бір нәрсе жасауым керек деген нәрсеге барудың қажеті жоқ, яғни. Иә, конечно. Адам ойланса, бұл дүниеде онсыз да көптеген белгілер бар. Бір суретті көрсең, ол суретшінің бар екеніне белгі болғандай, әлемді қарайсың да, ол да әлемнің бір жаратушысының бар екеніне бір белгі. Бір қиын философский мысал келтірейін бе, мен білмеймін, біздің көрермендер бұны түсіне ме, түсінбей ме, бірақ түсінеді деген үмітпен бір қиын философиялық мысал келтіріп жіберейін. Бұл дүниеде совпадение, сәйкестік деймі? Сәйкестіктер өте қатты көп та. Өте қатты көп. Кез келген жаратылыстың өзінің мәні бар да. Мен осы жайында жақында бір история түсіргенмін да. Кез келген жаратылыстың мәні бар. Ара. Сенесіз бе? Жер бетінен аралар жоқ болып кетсе, жаңағы Исмаил ағамыз айтып жатты ғой, бір жоқ болып кетсе, ара мүлде болмай кетсе, әлем жойылып кетеді екен да. Ойлаңызшы, мысалға, не дейді жаңағы, қасқыр даланың санитары. Қасқыр жойылып кетсе, далада
нелер жаңағындай мәйіттер, жануарлардың мәйіттер ол жан-жаққа ауру тарататын еді мысалға. Дәл сол сияқты жаңағындай талдың, құмырсқаның, әр нәрсенің өзінің жаратылысының мәні, орны бар. Қарап отырсаң, әр нәрсе жайдан жай жаратылып тұрған жоқ. Әр қайсының бір қолданысқа енетін жері бар. Тіпті де мен айтқан едім да, Құдай-ау, анау малдың тезегінің өзі қарасаңыз, удобрениеға, огородта, бақшада оны пайдаланады. Немесе адамдар оны бақшада пайдаланбаса да, біреулер ауылда қи қылып от жағады онымен мысалға да. Қараңызшы, сондай бір сасық нәрсенің өзінің предназначениесі бар да, яғни қолданатын, іске асырылатын жері бар. Бірақ сондай күрделі болған адам сияқты жаратылыстың жайдан жай жаратылғанына қалай сенеміз? Бұл бір. Ал екінші, мен айттым жаңа совпадение көп деп. Мысалға, ай мен күн екеуі тепе-тең айналуы, күннің жақындап келіп өртеп жібермеуі, сондай барлық не сақтауын совпаденияларында не бар? Міндетті түрде оның барлығын жаратып тұрған Құдайдың бар екеніне белгі дейді. Өйткені мынандай мысал келтіреді. Өйткені сен мысалға бас киіміңді шешсең, мысалы мен бас киім шешем да, ішіне біздің алфавиттағы 42 әріпті салам мысалға. Бүйтіп шайқап төгіп жібергеннің өзінде де ол жерден бір сөздер құрастырыла ма? Құрастырылмайды. Істеп көрсең болады да. Максимум ит деген сөз шығуы мүмкін. Істеп көргендер болса комментарийға жазарсыз. Максимум деймін да, бір ит деген жазу, бір екі жазу шығуы мүмкін да. Бірақ қараңызшы, бұл дүние өздігінен пайда бола салды деген кезде бір екі жаңағындай сәйкестік болса болады, жаңағындай анау өз орнымен, мынау өзімен қалған хаос болып. Бірақ бұл дүниеде ондай емес та. Әр нәрсе өз орнымен тұр да. Совпадение көп. Бұл случайный, мынандай взрывтан, Кездейсоқ емес. Кездейсоқ взрывтан, жаңа ондай нәрседен пайда болатын нәрсе емес. Анық, ашық, анық бір жаратушының бар екеніне белгі да. Енді сұрайды бір. Мен осы нәрсені жазсам, ұстаз дейді, бір кісі жазып тұр. Аға дейді, саламатсыз ба аға дейді. Мен агностикпін дейді да маған. Мен агностикпін дейді. Мен Құдайдың бар екенін білем дейді да. Бірақ ары қарай дейді, қалай болады екен дейді да жаңағындай. Құдай, маған сұрақ қойып отыр да, Құдай, мысалы бір адам бар дейді, ол мұсылман емес дейді да. Мұсылман емес, Құдай оны азаптай ма не дейді да. Ол бірақ жақсы кісі. Мысалы бір адамды елестетейікші дейді да, басқа дінді ұстанады. Немесе тіпті діндар да емес та. Ол адам бір жақсы бір кісі дейді да, бірақ жақсы. Құдай оны азаптай ма не дейді да. Мен айтам, адамдарға салатын болсақ, біз үшін кімнің жақсы, кімнің жаман екенін біз емес анықтайтын. Өйткені біреу мен үшін жақсы болуы мүмкін, сіз үшін жақсы, жаман болуы мүмкін да. Біреудің ісі маған жек көрінішті болуы мүмкін, сізге сүйкімді болуы мүмкін. Біреудің іс әрекеті сізге тартымды, маған жағымсыз болуы мүмкін. Бүкіл адамдарға бірдей жаға алмайсың деген сөз осы ғой. Сол үшін адамдарға берсең, біз бір адамды жақсы деп айта алмаймыз. Адамдарға салсаң, біз бір адамды жақсы деп айта алмайды екенбіз. Адамның жақсы жаманын сол үшін өлшеп ажыратып беретін ол Құдай екен да. Адамның жақсы жаман өлшеп дұрыстап ажыратып беретін Құдай, енді сол кімнің жақсы, кімнің жаман екенін білу үшін өлшем бірлік ретінде бізге кімді жіберді? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Біз адамдар кімнің жақсы, кімнің жаман екенін анықтай алмаймыз да. Біреу үшін бір тиран басшы бар, ол үшін жақсы болуы мүмкін, біреу үшін жаман болуы мүмкін деген сияқты мәселелер көпше. Ішіне кіре берсең осылай шыға береді да бұл мәселелердің. Айтатын нәрсе көп, бірақ десе дағы Құдайдың құдіретін іздеген адам, Алланың кім екенін іздеген адам жауабын табады. Мен айтам да, жарайды, агностиксің деймін да, Құдайға сенесің деймін да. Енді Құдай сені жайдан жай жаратты ма не деймін да. Құдай сені еріккеннен жарата салды ма? Манағы жаратылыстың барлығын текке жаратқан жоқ та, ал сені еріккеннен жай, нечего делать. Сондай ма? Жоқ деймін да. Сол үшін Аллах Құранда не дейді? Афа хасибутум аннама халақнакум абаса. Сендер сонда ойлайсыңдар ма, мен сендерді ойын сауық үшін жараттым деп. Ва аннакум илайна ла туржаун. Сонда бізге қайтпаймын деп ойлайсыңдар ма дейді Құдай.
ермекпен жаратпайды. Демек мақсатпен жаратты. Қандай мақсатта не істеу керек? Жанында не бар? Инструкциясы бар. Махаббатпен Ол- жаратқан еще. Ол қандай инструкция? Ол Құран да, ол Құран. Махаббатпен, әлбетте махаббатпен жаратты. Махаббатпен жаратқан адамзатты. Сен де сүй, ол Алланы жаннан Жаннан тәтті. тәтті. Осы сөзге байланысты бар ғой. Мгм. Тағы қосып жіберейінші. Шабытым ашылып кетті ма? Әңгімеде әңгіме шығып кетеді. Иә. Баяғыда ұстазымыз айтатын да, Аха. Алла дейді, адамзатты махаббатпен жаратты дейді. М. Ұстазымыз айтатын. Абай өйткені өйстіп айтты ғой жаңа, Иә. махаббатпен жаратқан адамзатты. Бірақ кейбір біздің мәтіндерді қарасақ, ақиданы қарасақ, мысалға имам Тахауи деген кісі айтады, халақал халқа биилмихи дейді. Алла біліммен жаратты дейді. Ана жерде махаббатпен жаратты дейді. Оны қалай түсінеміз деп ұстазымыз бір жауапты іздеп келіңдер деп айтатын да. Сол кезде ойлайтынмын, қалай бұл махаббатпен жаратты дегенді қалай түсінеді екен деп. Сол кезде екі түрлі жолмен түсіндіруге болады екен сөйтсем. Ол қалай? Бірінші жол. Алла тағала адамды жаратқан кезде, қараңызшы, әлі адам намаз оқымайды, ораза ұстамайды. Діннің бір белгілі нәрселер оның мойнына жүктелген жоқ та. Бірақ Алла тағала адамды жаратты да періштелерге айтты, сәжде қылыңдар деді. Уже құрметті, уже махаббаты бар екенін білдіртіп тұр. Менің махаббатым бұған деген басымырақ екен Алла білдіртіп тұрды. Кейін адам атамыз не істеді? Жемісті жеп қойды, сондай әрекет жасап қойды. Сөйтсе қандай әрекет шығады? Алла қараңсай, в основе, негізінде Алла махаббатпен жаратады екен да. Махаббатпен жаратады екен. Құрметті етіп махаббатпен жаратады екен да. Біз жай ғана өзіміз ұсқынсыз әрекеттер жасап, сол махаббатты қуып жіберетін өзіміз Құдайдан. Сол махаббаттан айырылып қалып жатамыз. Сол махаббаттан айырылып қалып жатамыз. Құдай сені жақсы көріп тұр. Енді дәл осылай қалай адам ретінде жаратылдың, тура солай таза болып, Құдайға рахметіңді айтып жүре берші. Жоқ. Керісінше кірлеп, ластап, аузымызға келген оттап, осы Құдай бар ма, өзі жоқ па деп талқыға салып, Құдай дегендерді боқтап, сөйтіп кетеміз да. Махаббатты өзімізді. Ал енді екіншіден, біз айттық қой, адам ең күрделі жаратылыс та. Біз қазіргі таңда интернетте де көп айтылып жүр ғой. Адам баласында бірнеше мыңдаған километрге татитын тамырлар бар екен. Не сұмдық әңгіме деймін да ол мысалы. Жер шарын орап алады дейді. Мыңдаған километрге татитын тамырлар бар екен да. Адам ең күрделі жаратылыс. Енді бүйтіп айтады да. Адам дейді. Жалпы сен байқайсың ба дейді да. Ұстазымыз айтатын да. Бірдеңкені махаббатпен жасасаң ғана ол күшті болып шығады дейді. Кемеліне жетіп шығады дейді. Махаббатпен жасасаң дейді. Дәл сол сияқты жаратылыстың ішіндегі ең кемелі, ардақтысы, күрделісі, құрметтісі адам дейді. Бұл тікелей ненің белгісі? Алланың махаббатпен жаратқанның белгісі. Өйткені Алла не деді? Лақад халақанал инсана фи ахсани тақуим деді. Ең көркем бейнеде жараттық деді. Алла махаббатпен жаратқанның белгісі ме? Иә. Тағы да махаббатпен жаратты дегеннің белгісі тағы қандай? Алла не деді? Алла кімді жақсы көреді? Пайғамбарымыз айтады. Алла кім адамдарға пайдалы бола білсе, соны жақсы көреді дейді. Имам Байхақи, имам Табарани жеткізетін хадис. Адамдарға кім пайдалы, Алла соны жақсы көреді дейді. Неге? Адамдарға пайдалы болғаның үшін Алла сені жақсы көріп тұр. Өйткені Алла жалпы адамдарды жақсы көреді. Жалпы адамдар болғанда, намазхан болсын, намазхан болмасын, жалпы қоғамға пайдалы болған адамдарға ғой, дұрыс па? Көрдіңіз бе? Өйткені жалпы Алла бізді жақсы көреді. Жалпы бізді Алла азаптағысы келмейді. Біз ғой махаббатты кері теріп, азапты өзіміз сұрап алатын. Оның мысалын бір ұстазымыз келтірген еді, бүйтіп айтады да. Мысалы, бір бала магазинге барады дейді. Сұрады да, әке дейді да, балмұздақ жегім келіп тұр дейді да, балмұздақ, мороженое. Әкесі біледі, қазір мен әперсем, тамағы ауырады. Бала отырады да, әке, әперші деп жылайды, жерді ұрады, тепкілейді.
сен тұрасың да, жарайды дейсің да, бересің да. Осы кезде уалиллахи масалул а'ла, алла бүкіл мысалдардан ұлық, бірақ біздің ойымызға жету үшін бұл осындай жалпы мысал келтіреміз да. Сол кезде қарап отырсақ, бұл әкесі әперіп жатыр ма балмұздақты? Иә. Әкесінің қалауы ғой. Иә. Бірақ әкесі разы ма? Разы емес дейді. Бірақ оны кім сұрап алып жатқан жылап тұрып? Баланың өзі. Бізде солай. Құдай айтты, айналайын істемеш деді. Бармаш деді. Зина істемеш. Ұрлық жасамаш. Арақ ішпеш. Біреудің ақысына кірмеш деді. Кірсең деп түсіндіріп қойды. Бірақ біз білеміз, зиян екен, бірақ барамыз да. Міне осы болды. Осындай нәрселерге мән беруіміз керек. Әдемі. Алла разы болсын ұстаз. Керемет түсіндіру. Сұрағымыздан кейін сұрақ туындап, әңгімеден әңгіме туындап, жақсы бір ақпарат болды деп ойлаймын. Келесі тақырып, келесі сұрақ. Өзім осыны сұрақты қоймас бұрын ойланам да, бала кезімізде анау қазіргі балаларға айтсаң енді түсінбейді шығар. Біздің балалық шағымызда сондай дүниелер болды, плоскоуспен каналын ауыстыратын телевизорлер болды деген секілді. Сондай каналдар болды, мысалы 2 немесе сол кезде 3 канал көрсететін болды. Сол кезде мысалға шетелдің кинолары беріліп жатса, сондай бір сахналар болып қалып жатса, шетелдің киноларында бір ер мен әйел сүйісіп қалып жатса, біздің көзіміз жабатынбыз да, или ата-анамыз көздерің жабыңдар деп айтатын да. Өздері қарап отырады дейсің. Иә, өздері қарап отыратын да. Шыны керек енді, біразға дейін біз шынымен анамыздың жаңағы қалай келдік деген дүниеден аузымнан түсіп қалдыңдар дегенге сеніп келдік ше. Қазіргі балдар сенбейді мысалға. Сондай бір нәрсе болатында, енді ол жақсы ма екен, жаман ба екен білмеймін енді. Қазір мысалға психологтар ол нәрсені айту керек, жыныстық сауаттылық болу керек дейді да енді. Бір жағы Нұрлан имам ағамыз айтады ғой, оны айтпай-ақ негізі дейді да, адам өзі бұл инстинкт біледі дейді, адамның табиғатында бар дейді. Оны мысалға сиырдан бұзау туылып, сиырдың желініне апарып, бұзау мұрнын тықпайды ғой дейді. Аузын тығып емет дейді. Енді сол сияқты. Енді былай жақсы мысал келтіреді. Сол секілді қазір жақсы енді қоя берші. Сексологы бар, басқасы бар. Осы ненің ішінде уже мынау намазхан, орамалдағы қыз-келіншектер, кейбір сондайдан ұстаз болып кеткен әйел адамдар бар да. Ер адамдар да бар. Жаңа жыныстық сауаттылық деп, оны бір енді жабық парақшада өткізіп жатса екен, уже жабық парақшаны қойған, анық. Енді Құдай сақтасын, қалай қосылу керек, білмеймін енді. Оны бір көрейін деп те көрмейсің. Иә? Ол шығып қалады. Енді мүмкін біздің кейде сол жазылмай-ақ іздеп көретіндердің кесірінен алгоритм бізге сөйтіп көрсетіп жібере ме? Жалпы осы қалай, осыған ойыңыз, көзқарасыңыз қалай? Мен бір бауырымыз жақында осы тақырыпта бір сөз өрбеген кезде айтады да, өзі не болып кетті дейді да. Өзі әлеуметтік желіні ашып қалсаң, жаңағы жыныстық қатынас жайында бүкіл реклама, оны бір препараттар, бүкіл намазхандар істеп кетті деп айтады да енді. Сол кезде қатты неңе тиеді екен. Намысыңа тиеді, ыңғайсызданып қаласың. Иә. Жалпы мынандай, бұл мәселені былай 2 жолмен қарастырсақ болады. Мен бұл бір тақырыпта бір кітап оқыған кезінде, кітап оқып, біраз зерттеп, зерделеп, ол мәселені не істегеннен кейін мынандай нәрсеге келіп тоқталдым да. Жалпы пайғамбарымыздан аналарымыз сұраған екен, сахабалар келіп сұраған екен да. Сол Омардың келіп шынымен сұрақ қоятыны бар да. Жаңағы арттан қосылуға бола ма деп. Пайғамбарымыз Алла ақиқаттан айтудан ұялмайды. Мен де айтам деп, ол харам деп кән тиіп тастады. Және де дәл сондай сұрақты аналарымыздың бірнешеуі қойған екен да, мысалы. Яғни әйел адамдар, сол жаққа әйел адам, бір әйелдің, бірақ пайғамбарымыздың жұбайы сондай тоже сұрақ қояды, бірақ ол кісінікі бізде сондай бір
түс көріп қалсақ, адамды жаңа возбуждать ететін түс көріп қалсақ ол қалай болады деген сияқты бір анамыздың сұрақ қойғаны бар. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жауап беретіндігі бар да. Және де осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла ақиқатты айтуда ұялмайды деген сөзі. Және де Айша анамыздың тағы да мынандай бір сөзі бар: мен ансарлық әйелдерге риза болам дейді. Бұлар сондай ұятты болғанына қарамастан Алланың дінін үйретуде ұялмайды дейді. Сосын бұл Бұхарида келеді, пайғамбарымның сол сөзі бар: екі адам өзі ұялмайды дейді. Білім ала алмайды дейді. Біреуі тәкаппар адам, біреуі ұялшақ адам дейді. Тәкаппар адам, осыдан ал үйренем ба деп, ұялшақ адам, ұят болады шығар мынау сұрақты сұраған деп айдалада жүре береді, сонымен дым білмей кетеді. Жарайды, бұл бір жағы да енді. Енді бірақ негізінде бұл нәрсе бүйтіп жеке келіп сұраса да, жеке ұстаздан сұраса да, жеке барып бір дәрігерден сұрап консультация алынса да, бұл нәрселер сол кезде мен ойлаймын, сұрағанда ұят жоқ, сабақ ретінде да. Бірақ кім бұны айтты? Көпшілікке айтып отыра беруге болады деп. Бұл сұрақтар интимный сұрақтар. Исламдың бүкіл оқысаңыздар, осылай бірге бір, наедине қалған кезде көпшіліктің арасында айтылмайды бұл нәрсе. Интим деген сөзді естіген кезде де бір жаңағыдай жабық, бір сол ғой, жеке деген сияқты бір ұғым беретін секілді. Енді нақты қай тілде шыққан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтты ғой, мынау кім деді өзінің жаңағы әйел еркегімен, еркек әйелмен екеуінің арасында қатынас жайында ол нәрсені сыртқа шығаратын болса, ертең қияметте сондай үлкен жазасы бар деп пайғамбарымыз қатты ескертеді ғой, мысалға да. Қатты ескертеді. Ол шықпау керек қой, ол мысалы қара қалды шықпайды. Ол бір да. Екіншіден, пайғамбардың мынандай хадисі бар, ұят деген сөзге байланысты. Шынымен де кез келген діннің өзінің мінезі бар дейді. Исламның мінезі ол ұят дейді. Әл-хая ла яти илля бил хайр дейді. Ұят өзінің артынан тек қана жақсылықты алып келеді дейді. Әл-хаяу минал иман. Ұят ол иманнан дейді пайғамбарымыз. Әйел адамда ең ұлық қасиет ол ұят та. Әйел адамды жалпы күйеуі емес қорғайтын. Әйел адамды негізгі қорғайтын оның иманы, ұяты, ары да. Ол ұятты болса сақтайды өзін. Және де осы орайда мынандай бір нәрсені айтқым келеді. Бір күні Омар радиаллаху анху әйелдердің әңгімесін естіп қояды. Омар біздің күйеулерімізді соғысқа жібереді, біз қатты қиналып қаламыз деп. Неге олай деген сияқты бір обсужденияларын естіп қалады. Сол кезде өзінің қызына барады, Хафсаға барады. Сұрайды, ай қызым дейді, еркексіз қанша уақыт жүре аласыңдар дейді. Қатты ұялып қалады қызы. Омардың қызы қатты ұялып қалады, басы төмен түсіп кетеді, беті қызарып кетеді. Сол кезде Омар тұрады да, Алла ақиқатты айтудан ұялмайды. Сен де айта қой дегенде тілі бармайды ғой. Жай қолымен бүйтіп 4 деп көрсетеді. Яғни 4 ай деп ше. Сол кезде Омар 4 ай сайын жұбайларын қайтарып тұруды, сондай бір әрекет жасауды негізге алды дейді. Сондай бір саясат құрады. Сондай бір саясаттарды қолданды дейді. Осыған байланысты, мысалы Хамбали мазхабында шатаспасам пікір бар, жаңағы 4 ай бойы әйеліне таянбаса деген сияқты, жаңағы талақ болады деген сияқты. Біз ол пікірлерді ұстанбаймыз. Сондай пікірлер бар бір жанс. Бірақ десе дағы мен айтайын дегенім, осы жердегі ұятты, әйелдің ұятын қараңызшы. Сөзбен айтуға оны қысылып, әкесінің көзінше саусағымен ғана көрсеткені. Пайғамбарымыздан да сұрайды осындай бір кісі. Жаңағы тазару мәселесінде пайғамбарымыз осы сұраққа жауап беріп жатқан кезде қызарып кеткені, ұялғаны жайында да хабар келеді ғой. Сол үшін мен айтар едім да, ұятты нәрсе, өзі біз ұятты жер деп айтамыз оны, әурет жер деп айтамыз. Ешкімге көрсетпей, оны ешкімге көрсетпесек те, бірақ сөзімізбен барлық адамға көрсетіп біттік біз оны. Біз іс жүзінде ешкімге ол жерді көрсетпесек те, бірақ сөзімізбен көрсетіп біттік та біз оны. Сол үшін мен айтар едім, сәл ансаптылық керек. Ансаптылық керек.
бұл мәселені айтып бар жеке консультация істе. Кейбір уролог дәрігерлер бар, бір шынымен де профессионал. Ол енді оның өзі мынаны бүкілін айтпайды оларда ғой. анау сөздік қорларын әдеби жаңағы бір жасырыңқырап бір оны да әдемі қылып жеткізсе, ол да жақсы, ол да керемет та. Ол да керемет. Кейбір кісілер проблеманы айтады, келіңдер деп айтады. Жарайды. Енді бірақ таза енді жыныстық қатынас былай болу керек, былай болу керек. Құдай сақтасын, қазір ауызға да бармайтын темаларды айтады да ол жерде. пікірлерді айтады. Пікірлер. Сол нәрсе негізінде Үйретеді. исламға жат. Өйткені исламның мінезі ол ұят. Ұят бізде бар болу керек. Біздің ұялшақтығымызға, ұяттылығымызға қызығу керек. Сен Осман радиаллаху анху қандай болды? Ол ұялғанда періштелер одан ұялатын деген сияқты біздің деңгейлеріміз қайда деймін да. Сондай ұятты болған пайғамбардың үмметіміз. Сондықтан мен ойлаймын, енді осы жауаптан кейін сол нәрсені қолға алып жүрген адамдар, мұсылмандар өздері ұяттылық танытып бір қорытынды шығарады деп. Сол сәл ұятты түрде қатты. А то ешкім қатты кетіп қалдық. Мен енді түсінемін, біреулер бір-біріне озғысы келеді. Мынандай қылып айтайыншы мен. Шынымен де специалисттер бар ғой, енді мамандар бар. Осындай бір кеңес айтайыншы осы жерде. Мен айттық қой, исламдағы рөлін айттық. Мынандай бір кеңес айтар едім да мен. Контент үшін анандай сирек кездесетін нәрсе айтамын деп, хайп аулаймын деп, сондай ұятымыздан айырылатын нәрсе айтпаңыздар. Негізінде әр нәрсені өзі дұрысынан, әдеби сөзінен қолдансақ, ол да бір жеткілікті болып жатар. Бірақ бізде өкінішке орай подписчик, контент, курс сату, сенің танымалдылығың өскен сайын, сенің курстарың да, саған деген запись та, сенің алдына келіп отыру да, жазылу да не істей береді? Өсіп қымбаттай береді. Бірақ ол қашан адамды өседі? Яғни ол тек қана ол сондай бір не істегендегі ғой, жаңағындай танымалдылық. Сол үшін танымалдылықтан артынан қуып осындай әрекетке жасап істеп кетпейік дегенім ғой. Анау орамалдағы қыз келіншектер ғой, енді орамал тағып отқаннан кейін, намаздарын оқып отқаннан кейін ақиқатты білетін азамат пен азаматшалар ғой. Дін жайлы ақиқаттың, ертең сұрақ жауаптың барын, сұрақ жауап болатын білетін азаматтар мен азаматшалар ғой, ол кісілер. Оларға енді сол айту керек шығар. Ол жақта да жауап береміз ғой, осы айтқан нәрсеміз үшін. Соған мән беру керек шығар. Мән беру керек шығар деп ойлаймын. Мынандай нәрсе айтқым келеді. Мұсылман адам өзі ақ парақ сияқты. Ақ парақтағы қара нүкте өте қатты көрініп қалады да. Қап-қара парақтағы аппақ нәрселер қатты көрінбейді, ақ нүктелер. Сол себепті біздің әрекетіміз солай енді. Біз осы жолды таңдадық па? Мұсылман болуды таңдадық па? Біздің басқаларға үлгі болуымыз міндет. Міндет. Өз қателіктерімізді жасыруымыз да міндет қой. Бізге басқаларға үлгі болу міндет. Өйткені біз исламның әрбір мұсылман исламның туын арқалап жүр. Әрбір сақал өсірген болсын, әрбір мешітке барып бисмилля деп, машалла деп сөйлеп жүрген әрбір мұсылман, орамал тағып жүрген әрбір мұсылман қарындас, ол мұсылманшылықтың туын арқалап жүр. Және де ол нәрсеге кір келтірмеуге лажы барынша тырысу керек. Барлығымыз осыған сай әрекет жасайық деп айтқым келеді. Әлбетте әрқайсымыздың кемшілігіміз бар. Әрқайсымыздың жөндейтін мәселеміз бар. Бірақ ол жөнделмейді, мен осы жолды таңдадым, мен осылай жүрем, маған бәрібір деген нәрседен біз арылуымыз керек. Осы жерде сөзіңізге қосылып айтып кетейінші, сұрақ қылып ойыңыз тағы да толтырып жіберсеңіз. Қазір өнер адамдары көп намазхан, өте керемет, енді жанашыр, сол активны болғаннан кейін ұйымдастырып жібереді, бір мешіттің шараларында белсенді. Бірақ енді соған өкінішке орай дейміз ба, қалай болады, мынау стендаперлер бар, соның ішінде өзіңіз таныстарыңыз бар, менің таныстарым бар, бауырларымыз, замандастарымыз ғой, қатарларымыз, бір-екі жас үлкендері бар, бір-екі жас кішкентайлары бар. Олар да бір бағдарлама жасайды, контент жасайды. Вроде жеке сөйлессек, жеке кездессек, керемет енді кәдімгідей ойында күшті қасиеттері бар. Бірақ мынау эфирге шыққан кезде,
мынау жаңағы өздерінің жасаған контенттеріне болмаса стендаперлер сахнаға шыққан кезде боғауызды жіберіп атады да, ей сен ондай емес едің ғой деп неғылып қаласың да іштей. Бұл қалай сонда деймін да, енді жалпы сіздің ойыңыз, әлде сәл контенттің уақытында болатын бір рұқсаттар бар ма? Мынандай мәселе бар да, енді актер болсын, жаңағы көп адамдар былай қарайды екен. Мысалы бүйтіп кездесесің ғой, күшті, аузынан алласы түспейді, жақсы сенімі, құдайға деген ілтипаты сондай күшті енді. Бірақ ол кісілер былай қарайды деген да, менің түсінгенім бойынша. Мынау өмір, мынау жұмыс. Мысалы бір актер бар да, ол саған күшті, алла жайында сөйлесуі мүмкін, бірақ барады да, ол менің жұмысым деп барады да, жаңағы постельный сцена болса да, жаңағы сондай бір сцена болса да, кинода темекі тартып жіберу керек болса да, бір-екі жерде боқтап жіберу керек, бір-екі жерде голый болып шешініп жіберу керек деген сияқты. Құдай сақ, ол жұмысым ғой енді менің дейді да ол. Сөйтіп ақталады. Сөйтіп ақталады. Жоқ. Болмайды ол деген. Мен де мысалға мен енді имаммын ғой енді, мен имам, тек жұмыста ғана имаммын, қалған уақытта мен шаруаларың болмасын деп айта алмаймын ғой мен. Адам кез келген уақытта адам болып қалу керек. Мұсылман кез келген уақытта мұсылман болып қалу керек. Өйткені сен мына уақытта жұмыс, мына уақытта жұмыстан тыс уақыт деп бөлсең де, бірақ біл, саған шариғаттың талабын қойып қойған Алла, ол сен жұмыс уақытында да, жұмыс емес уақытында да сол Алла, бақылап тұрған сол Алла, заңдылықтары сол оның барлығы. Сол үшін де мен айтар едім да, жұмыс пен өмірді жеке бөліп қарастырып керек емес. Мен ол бауырларымыз білесіз бе, қай жағынан ғана, бір жағынан ғана түсіне аламын да мен. Ол өйткені жастайынан соған өмірін арнады да, сол енді өмірін арнап, сол творчестволық күшті болып жүрді да, бір күні ислам жайында біле бастады. Енді білді, мұсылманшылығы жүрекке кірді, иманы кірді, Құдайға деген сенімі орнықты, бірақ енді жұмысына деген махаббаты бар да, оны тастап кете алмайды да. Сосын осыған сылтауратып, ол біздің жұмысымыз ғой енді деп қарайды да, бірақ біз үйтіп қарай алмаймыз. Дін үйтіп қарай алмайды. Сол үшін да мен айтар едім да, бұл жерде жаңағындай дұрысынан әрекет жасап, арам нәрсе ол қай уақытта болсын арам болып қала береді. Басқаша ход ойластыру керек дейсіз. Басқаша ход ойластыру керек. Машалла, Алла разы болсын. Әңгімемізді одан ары жалғайық. Енді тоже жаңағы сұрақтарымның барлығы сол үйренуге байланысты болып отыр енді. Сіз маман болғаннан кейін, ұстаз болғаннан кейін енді білу керекпіз, үйрену керекпіз ғой. Осылай мешіттерде сабақ болып жатыр, жалпы Инстаграмда да айтып жатырсыз. Енді ютубтың да алаңы бос болмасын, осы жерде де бір пайдалы болайық деп түсіріп жатырмыз ғой. Енді осы жерде жәшік мынандай нәрсе бар да, қараңызшы. Енді мынандай ғой, мен енді біреуден өз-өзімді шын айтамын, мен өзің де білесің, мен өз-өзімді біреуден артықпын деп санамаймын. Мен біреуден артықпын, мен біреуге ақыл айтуға лайықтымын деп та санамаймын да. Негізінде ше. Сол үшін біздікі тек қана кеңес та. Және де бүгін мынандай бір сөз үйреніп қалдым. Бізді тыңдап отқан адамдар осындай құлаққа түйіп алса. Өмірде дейді, өмірде кез келген нәрсені шешетін белгілі бір формула жоқ дейді. Мына формуланың барлығын пайдаланыңдар, проблемаларынан құтыласыңдар деп. Жоқ дейді. Адам бір әрекет жасап, бәрібір нәтижесін Аллаға тәуекел етіп қалдырады дейді. Бәрібір түбі Аллаға тәуекелге келіп тіреледі дейді. Сол үшін белгілі бір формула жоқ. Адамның проблемасын шешіп жібереді. Айтпегенде қаншама өмірлік жылдар бойы өмір сүріп жүрген адамдар, ақылды кісілер осыны тауып бір кітапты жазып, мынандай болып қалды ма, бүйтіп істей сал, мынандай болып қалды ма, бүйтіп істей сал деп бүкілімізге ортақ формуланы шашып жіберетін еді. Сол да. Сол үшін пайғамбарымыздың өзі бір адамға келді де, я Расулалла деді. Діндегі ең күшті амалды айтшы десе, уақытында намаз оқып жүр деді. Я Расулалла деді. Маған не дейсің деді. Сен ашуланбай жүр деді. Я Расулалла, маған не дейсің десе, сен мынаны әрқайсы адамға да әртүрлі нәрсе айтқанда былай қарап отырсаң, бүкіліне бір формула жоқ. Бүкіліне қалып. Сол үшін адам
әрекет жасайды да бәрібір нәтижесін бір аллаға тәуекел етіп қана күтеді екен да. Сол үшін адам көру керек та, Құдай қаласа. Әр жақсы нәрселерді көру керек та. Иә, Жаман әр нәрселерді жақсы нәрсе. емес. Сол үшін біздікі де тек қана бауырлық кеңес. Мүмкін біздің айтып жатқан нәрсеміз ескертуіміз қабыл алынып, бір Пайдамыз тиіп адамның қалады дейсіз ғой. иә. Тіпті өйткені осылай подкаст түсіреміз ғой Инстаграмда. Енді жасыратын несі, бір кісілер айтады, өмірім өзгерді дейді. Пәленше нәрсені тастадым, жаман ойымнан айықтым. Өткен подкасттағы кейсті айтып жіберсеңізші. Иә, сол бір бауырымыз тіпті енді бүйтіп жазып жіберді, мен өз-өзіме қол жұмсайын деп жатқам деді. Бірақ сіздің кеше айтқан сөздеріңіз сондай әсер берді, мен өмірге деген көзқарасымды тағы бір өлшеп, жаңадан бір қарап алып, ол ойымнан қайттым, Алла разы болсын деп рахмет айтып жазып жіберіп отыр. Әмин. Мысалға да ол біреуге көмектеспейді, біреу қазір ойлап отыруы мүмкін деп, өйткені бір білгір кісілер да, енді ол білгір, білімді, өзі ақылы өзіне жетіп тұрған кісілер ойлау мүмкін, мына кісілер не айтып жатыр деп. Бірақ сондай нәтиже ғой бұл. Көрдіңіз ба, сондай нәтиже да. Рахмет ұстаз. Жаңағы сөзіңізге тұздық қосын. Жарқын ұстаздан осы бір Инстаграмда видео бар ғой. Ұстаз бір насихат айтсаңызшы десе, дәретпен жүруші деп. Негізі ол да былайынша әдемі нәрсе ғой. Дәретпен жүрген, енді дәретпен жүрген адамдар білет. Бауырларымыз да бар, анау әдет қылып алған, үнемі дәретпен жүретін. Дәретпен жүрудің өзі орасан зор пайда, кәдімгі енді өте қатты бір. Ол жауапкершілік, ол деген үлкен көп пайдасы. Сол бір ауыз сөздің өзі былай біраз насихат болды негізі. Кім, Бауыржан Алиұлы ұстазымыз айтатын еді ғой. Өмірің өзгергенін қаласаң дейді да, бір жақсы әрекет қосшы дейді да өміріңе. Мысалға қарапайым ұйқыдан тұрған кезде біздің айтылатын дұғамыз бар ғой. Алхамдулиллахиллази ахяна бa'дама аматана ва илейхин нушур. Дұрыс па? Аллаға мақтау мадақтар болсын, бізді өлтіргеннен кейін қайттан тірілткен, шынында да біз Аллаға қайтамыз деп. Жаңа ұйықтайтын кезде де ұйықтаймыз ғой. Аллахумма бисмика амуту ва ахя. Сенің есіміңмен ғана жан тапсырамыз, сенің есіміңмен тірілеміз деген сөздер. Айтады да, ұстаз айтады да, сен ұйқыдан қалай тұрасың дейді да. Просто сол нәрсеге мән берші дейді. Сен ұйқыдан альхамдулилля деп тұрсаң дейді, өміріңнен өзгеріс күте бер дейді. Просто осылай. Машалла. Сонымен қатар жаңағы әңгімемізді одан жалғаймыз. Жалпы есіме түсіп кетіп жатыр ғой енді. Мен де бір үнемі бір подкаст жүргізіп жүрген адам емеспін. Енді кішкене осы жерде мүмкіндік болып қалды, сол мүмкіндікті жібермейін деп осы жерге келіп қалған жайымыз бар. Құрметті оқырман, өткен подкаст бізде 30 мыңнан асып кетті. Қанша болды өткен подкаст? 35 мың қаралым. 35 мың қаралым болды. Яғни көрермен сіз қонақ шақырып сұхбат алғаннан қарағанда сізді тыңдағанды жақсы көріп тұр. Егер статистикаға қарайтын болсақ, қаралым сандарына қарайтын болсақ. Бірақ өкінішке орай 35 мыңнан астам қаралым бар, бірақ оқырман саны енді 3 мыңнан асып жатыр. Сондықтан егер бізге жазылсаңыздар осы каналға, онда ол жақсы пайдасын береді. Және өзге тағы да оның қаралымдары басқа адамдарға көруге, жаңағы басқа адамдар ақпарат алуға сіздер пайдалы боласыздар. Одан сіздер де үлескер боласыздар. Сондықтан каналға жазылып, жаңағы колокольчигін басып, жасайтын дүниесінің барлығын жасап қойып қарасаңыздар, вообще күшті болады. Біз де шабыттанамыз. Біз де шабыттанамыз. 7 мың болды ма? 731 мың? Сауап па? Түсінбедім. Инстаграмда 731 мың просмотр болды. Санат өзің келтіріп монтаждарсың. Ең көп. Алла разы болсын. Ұстаз, енді тағы да сол намазхан бауырларымызға қатысты сұрақ. Енді мынандай жігіттер болады, жан-жағына жаңағы білген үйретіп жүретін, жан-жағына осындай бір кішкене фих оқып алады, кішкене ақида оқып алады, әдеп оқып алады, сосын жан-жағында жүрген жаңағы намазхан ортасын өзгертуге бір не істеп жүретін жігіттер болады, өзі бір ортада бір сондай жігіттер болады. Сол жігіттердің бірі енді жанында жүрген бауырларының Құранға түсіп, Құранды араб тілінде оқығанын жақсы көреді. Және оны ұстаздардан естуіміз бойынша маңызды деп біледі. Сөйтеді, жаңа достарына барады қасындағы. Намаз оқығаныңа 10 жыл болды, Құранға түсіп алшы дейді. Сөйтіп
айтқаннан кейін кейбір жігіттер айтады, енді мен үйрене алмай жатырмын, енді басыма қонбай жатыр, сахабалардың барлығы да құранға түскен емес қой, енді мүмкіндігінше көреміз ғой деп жауап берген екен да. Соған не дейсіз? Яғни біздің намаз бастағаннан кейінгі шагымыз қалай болу керек? Құранға қаншалықты мән беруіміз керек? Құранға, жалпы Құранға енді толықтай Құран жаттап алмасақ та, Құранды жүзіне қарап оқып, жаңа намаздағы фатиха ықыластарымызды арабша махраждар дейді ғой, жаңа арабша әріптерін дұрыс шығуына қаншалықты мән беруіміз керек? Жалпы бұны үйрену жаңағы қандай дәрежеде? Иә. Ойым жете алдым деп ойлаймын, Иә. Былай. Негізінде әр мұсылман адам Құран оқуға қызығу керек. Себебі бұл Алланың біздің жаратушымыздың бізге жіберген үлкен бір хаты да. Егер де саған, былай қарастырайықшы, егер де саған үлкен бір авторитетті адам, немесе бұрын соңды дүниеден өтіп кеткен үлкен бір хан болған бабаң үлкен хат қалдырып кетсе, сен оны оқып аударуға тырысасың. Ал енді бұл саған жіберілген хат саған оқудан бөлек саған сауап жазылады десеше, ал тағы оқып үйренгеннен бөлек саған екі дүниенің бақыты ашылады десеше, деген сұрақтар ойландыру керек. Пайғамбарымыздың сөзі бар. Кімде-кім Құранды қиналып тұрып оқыса, оған 2 сауап дейді. Ал кім қиналмай оқыса, оған 1 сауап дейді. Яғни, қарап отырсаңыз, Алла тағала оқығысы келіп, қиналып, тырысып, жаңылысып, соған бір әрекет жасап жүрген адамды Алла жақсы көріп тұрды. 2 есе жақсы көреді. Бұның мысалын былай келтіреді. Мысалға бір кішкентай бала болады ғой дейді. Енді тілі шығып келеді. Сол кезде бір сөздерді сөйлегісі келеді да, бүйтіп айтып, бірақ тілі жаңылысып, қате айтып қойып, соның өзі тәтті болып көрінеді ғой бізге мысалы. Қылық болып көрінеді, қылық. Аллаға да солай дейді. Сенің анау Құранды оқып, кішкентай бір-екі жерінде шатасып, бірақ тырысып жатқаның сондай сүйкімді әрекет та ол. Ше. Алланың құзырында. Пайғамбар сол үшін айтып тұр дейді да оны. Сол үшін хадисте қалай келеді? Мән қараал Құр'ана ва амила биха. Кімде-кім Құранны оқыса дейді. Оған сай амалын жасаса дейді. Солай келеді негізі хадисте. Қияметте оның әке шешесінің басына дейді тәж кигізіледі деп келеді ғой. Қараңызшы. Қарасай, мен осы жерге дейін оқимыз хадисті ше, бірақ ар жағы бар екен да бұл хадистің. Білесіз бе, ар жағын сонда пайғамбарымыз не дейді? Құран оқиды дейді, амал жасайды дейді. Қияметте Алла тағала оның әке шешесіне бүйтіп келіп тәж кигізеді дейді. Бірақ хадистің соңы былай бітеді екен. Фама зонантум биллази амила бихаза. Ал енді сол Құранды оқып әрекет жасап жатқан адамның әке шешесіне сондай құрмет көрсетіліп жатса, өзіне берілетін сый жайлы не ойлайсың дейді да пайғамбарымыз. Субханалла. Қарашы. Мен білмеймін, Алланың кітабы сондай сауап. Үйренбеуге болады дейсіз ғой. Мен білмеймін. Сол үшін біз ұстазым айтқандай, ұстазым айтып сұрақ қояды ғой, қалай Құранны, қалай қари болып кеттіңіз деп айтады дейді. Құрмет ұстазын айтып жатқаны ғой. Құрмет деген ұстазымыз бар. Әлеуметтік желіде белсенді ұстазымыз, Алла разы болсын. Құрмет ұстазымыздың айтқан сөзі бар да, маған келіп айтады дейді. Қалай қари болып кеттіңіз, қалай Құран жаттап кеттіңіз дейді. Мен айтамын дейді, қалай жаттамайсың? Бұл Алланың сөзі емес пе? Сол үшін жаттаған адамға таңғалып керек емес. Ол өйткені жаттауға лайық нәрсе дейді. Жаттамаған адамға таңғалу керек. Қалай жаттамайсың сен? Қалай оқымайсың сен? Сол үшін оққан адамға таңғалма, жаттаған адамға таңғалма. Субханалла. Мен қызықта бұның барлығы ше. Мен
мынандай нәрсені оқыдым да тағы да. Енді бұл бір ана хадис бар ғой, кімде кім Құранды оқиды дейді да, сосын жаттаса дейді, сосын қиямет жаңағы айтады деп ше, жәннатта жаңағы айтады дейді да оған, оқы да көтеріл, сенің дәрежең қай жерде тоқтайсың сол жерде дейді да. Сондай хадис бар ғой, білесіз ба, Термизиде келетін. Оқы да көтеріл, сен қай жерде тоқтайсың сол жерде дәрежең дейді. Мысалы мен Құраннан қанша жаттадым, сол жерде не істеймін, тоқтап қаламын да. Ары қарай кім көбірек жаттады, ары қарай көтеріледі. Сол кезде осы хадистің түсіндірмесінде имам Аль-Хаттаби деген ғалым бар да. Бұл имам Аль-Байхақидің ұстазы болып келетін, дінде енді мүйізі қарағайдай кісілер. Сол кісі айтады, осы хадистен біздің түсінетініміз дейді, қанша Құран аяты бар болса дейді, демек сонша дәреже бар дейді. Аллах. Құраннан бір аят артық жаттаған адамның дәрежесі бір аят кем жаттағаннан әрдайым жоғары болып тұрады. Сол кезде мен ойлаймын да, Құран оқып жүріп, оны жаттап жүрген адамдар, шіркін, пайғамбарымызбен бірге жоғары дәрежеде шай тамақ ішіп отқан кезде деймін да, сен пайғамбардың жанында болғың келмей ме не деген сұрақ қой. Ал енді оқуға біз оқуды бастай алмай жатырық. Ол не болды? Мен осы кезде бауырларым үшін мынандай басымнан өткен оқиға айтып берейінші. Мен осындай уағыздарды көп естідім. Сосын өзім үшін шештім, мен Құран оқып үйренем деп шештім. Кезінде сондай оқиға болды да. Жасым 20-21-де. Сосын мешітке барам ғой. Мешітке барам. Сол кезде әріптерді үйренем. Әріптерді қосуды үйренем да. Сол 1-2 рет барамда жоқ болып кетем ғой. Бойымда бір еріншектік бар. Жұмыс істеймін, анау деймін, жүре берем, бара алмаймын, сылтауым бар. Жандағы достарым тартады. Былай қашып, бірақ олар да қоймайды ғой, уағызын айта береді. Сосын бір күні былай, Аллах айтам, былай график құрдым. Блокнот аштым да, ішіне дүйсенбі 1 сағат мұғалім сәни оқу деп жазып қойғам ғой. Сейсенбі 1 сағат Құран. Әр аптаның күніне 1 сағат мұғалім сәни оқу, соған уақытыңды арнау деп сөйтіп бекітіп қойып жазып қойғам ғой жаңағы жерге ше. Бірақ бара алмаймын да. Түсіндіре алмаймын қазір не үшін бармай жүргенімді ше. Бара алмаймын. Бармаймын. Сосын бір күні мынандай шын айтамын, бір күні тұрдым да, Құдайдан бүйтіп дұға тіледім. Я Құдайым дедім да. Шын үйренгім келеді дедім да. Көріп тұрсың ғой нәпсінің құлы болып кеткенімді. Я Құдайым, шын үйренгім келеді. Үйретші маған дедім ғой. Я Құдайым, шын үйренгім келеді. Үйретші маған дедім да. Сөйтіп тұрған кезде аяқ асты. Мен имам болам деп жүрген адам емеспін. Мен өмірімде ойламағам діни оқу оқимын деп. Мен діни оқуға кетер алдында үйтіп ойламадым. Намаз оққан кезде де үйтіп ойламадым да. Ұстазымыз тұрды да, қазіргі Шымкент қаласының бас имамы Бағдәулет деген ұстазымыз, сол кезде бізде имам болды. Сол кісі тұрды да, Елдос деді, оқуға барасың деді ғой. Менде ләм-мим жоқ қой. Барасың ба деп сұраған жоқ. Да барасың деді. Сонымен оқуға кетіп, арабша оқуды үйреніп, оққан нәрсемді түсініп, сөйтіп ұзақ сүрелер жаттап кеткен кезде, мынаның барлығы реально екен ғой дедім. Өз-өзіме айттым мен, мынаның барлығы рас екен ғой дедім. Сол кезде марқұм Олжас бар, жаныма келіп айтады ғой, Елдос мынаны қара дейді, мынаны қара дейді. Мен мына сүрені түсініп тұрмын дейді. Инна біз аътойна бердік, аътойна саған бердік, кәусәрді. Қараш, мен түсініп тұрмын ғой дейді маған ше. Олжекең марқұм, Алла рахмет eylesin, сөйтіп қуанып айтып тұрды маған. Дәл сол бір күні фәжір бар ғой, фәжір деген сүре ұзақтау ғой кәдімгі бір бет. Елдос, мен фәжір жаттап алдым. Реально екен ғой деді ше. Мен қойшы деймін, сол кезде түсіндім ғой мен, кім Құдаймен шынайы, Құдай да онымен шынайы. Құдай өзі үйретеді екен. Ал кім қызықпайды, кім оқығысы келмейді,
Алладан библиотека емес, жалғыз келіп тұрған кітапты кім оқығысы келмейді, алыстайды. Бірақ жұмысқа кіретін кезде ТБ тапсыру керек десе, оған дайындалады. Право сатып алуға ақша жоғарылап кетіпті, правоны оқу керек десе, оған дайындалады. Мына жерде бір 11 мың доллар төлейтін бір компания шығып тұр, ағылшын үйрену керек десе, ағылшынды үйренеді. Кез келген нәрсені үйренуге дайын. Pinduoduo'дан арзанға зат алу керек болса үйренеді. Каспидан арзанға бүйту керек, үйренеді. Жаңа миллиондап ақшасын беру керек, бір курстарға қатысып үйренеді. Бүкілін үйренеді, бүкілін, бірақ ақыреті мен дүниесін де алып шығып, оған сол Алланың жалғыз кітабын үйренуге, оқуға дым не жоқ деген адам білмеймін енді. Білмеймін. Құдай бір өзі кешірсін. Құдай бір өзі кешірсін ол адамды. Және де үйреніп алып, о бірде оқып, бірде оқымай жүргендерді де кешірсін. Үйрендік па, баршаларымыз оқуға тырысайық иншалла. Әдетке айналдыруға тырысу керек дейсіз ғой, иә? Алла разы болсын. Керемет жауап. Және мынау айтып отқан өзіңіздің өміріңіздегі бір оқиға келесі сұраққа, Құдайдың құдіреті ғой, енді ойланып отырмын, алып келіп отыр ғой. Келесі сұрағым, енді мен телефонға жаңа дайындап қойдым ғой, енді осылай болады, осындай болады деп. Яғни өміріңіздің өзгергені жайлы айтып жатсыз да, яғни сіз тырыстыңыз, болмады, содан кейіннен Құдайдан өміріңіздің өзгергенін сұрадыңыз. Алла Тағала сіздің өміріңізді өзгертті да. Енді келесі сұрақ сол, бізге көп қойылатын, келетін, өмірімді өзгерткім келеді, не істеймін деген сұрақ қой. Енді ең бірінші бұл кезде мен бүйтіп айтар едім. Кез келген өмірін өзгерткісі келетін адам ең бірінші өзі қадам бастау керек. Қадамды өзі бірінші бастау керек. Егер де қадамды өзі бірінші бастаса, Алла Тағала оның өмірін өзгертеді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, кім Алламен шынайы, Алла да онымен шынайы. Осы орайда бір оқиға айтқым келіп отыр. Бұл оқиғаның кейіпкерлері белгілі, бірақ аттарын айтпай қойын. Біз өзіміздің Жезқазғанда сенбі сайын уағыз насихат қылатынбыз. Кәдімгідей мешіттің асханасында 200 адамға, 250 әрқалай сондай адамға дастархан жаямыз, шай жасаймыз, кейде плов жасаймыз деген сияқты палаумен жамағатымыз шақырып, шай ішіп отырып, уағыз тыңдайтын бір әдетіміз бар. Сол нәрсені істеп жүрген кезімізде бір күні бір кісі, Алла Тағала оған, шатаспасам, 3 ұлдан кейін бір қыз берген екен. Сол кісі шүкіршілік дастарханы ретінде айтты, мен бір сенбілік дастарханды мен көтерейін, мен дастархан жайын, бұл менің шынайы шүкіршілігім болсын. Құдай қаласа, Алла Тағалаға деген менің сол бір ілтипатым деп дастархан жайды. Сон дастархан жайып біткен уақытта біз барлығымыз дұға қылдық ол кісіге, Алла ұрпағына берекет берсін деп. Сосын жанында бір кісі тұрды, айтты, ұстаз деді, менде 3 қыз деді. Құдай қаласа мен ұл қалайым дейді. Егер Алла маған ұл беретін болса, онда мен де дастархан жаям деді да. Мен тұрдым да ағамызға қарап айттым, аға дедім да, неге бірінші Алла беру керек дедім да, сіз дастархан жаю үшін. Неге сіз бүйтіп айтпайсыз? Мен дастархан жаям, Алла сол кезде береді деп неге айтпайсыз? Неге бірінші қадамды Алла жасау керек? Неге сіз бірінші қадам жасамайсыз? Алла Тағала өзі айтпайтын бе еді хадисінде? Жаңағында құдси хадисте, құлым маған жақындаса, мен оған жақындаймын. Маған жүрсе, мен оған жүгірем. Маған бір қадам жақында, мен саған 10 қадам жақындайым. Яғни бірінші әрекет бізден болу керек қой. Титтей болсын, кішкеней бастама бізден болу керек қой. Сол кезде ағамызға айтам, неге сіз мен жасаймын дастархан, сосын Алла береді деп дедім. Ойбай, ұстаз қатты айттыңыз ғой дейді. Болды, жасаймын деді. Келесі сенбі сол кісі дастархан көтерді. Уаллахи айтам, son 5-6 айдан кейін ұстаз, Өзиға барып тұрмыз, ұл деп жатыр деді. Аллах. Одан кейін ұлы туылды. Ұлының атын қойды. Аллаға шүкір да солай. Қараңызшы, бірінші әрекет бізден болу керек та. Өміріңнің өзгергенін қалайсың ба, жақсы жаққа бірдеңкенің өзгергенін қаласаң, онда бірдеңкені істеп бастасайшы өзің. Бірдеңкені істеп басташ,
сол кезде алла тағала сенің өміріңді күрт өзгертеді. Бірдеңке болғанда Құдай сүйетін бір істі Құдай бірдей сүйетін бір істі, иә, дұрыс қой енді ол иә, Құдай сүйетін бір істі, ол бір. Екіншіден де ғалымдарымыз дейді, адам өзінің шынымен де өзгергенін қаласа, жаңа ұстазымыз айтқандай, бір жақсы әдет қалыптастырсын дейді, бітті. Кез келген бір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сүннетін ал да тастама. өзіңе жеңіл. Өзіңе жеңіл бір жақсы бір сүннетті алып тастама. Оны практиковать еткеннен кейін тағы бір сүннет қос. Оны практиковать еткеннен кейін тағы бір сүннет қос. Сондай бір жақсы іс-әрекеттер сіздің өміріңізді өзгертеді. Адамның өмірін өзгертетін тұрақты іс-әрекет. Осыны айтайын дегенім. Тұрақты іс-әрекет. Тұрақты іс-әрекет жасаса, адамның өмірі өзгереді. Және де бір адамдар бар ғой, мен ұстаз, нені тастай алмай жүрмін, темекі тастай жүрмін, боқтауды тастаймын, насып айтады. Мен айтамын, адам бірдеңкені тастайды ғой, сол кезде мида ана жер пустой болып қалады екен ғой. Жаңағы жерден бірдеңені алып тастағандай пустой болып қалады екен да. Бір әдеттің орны. Сол үшін адам жаман нәрсені жалпы тастау үшін бір жақсы нәрсе бастау керек екен да. Түсіндіңіз ғой? Жаман нәрсе тастау үшін бір жақсы әрекет бастау. Ананың орны толып тұратын да. Көрдіңіз бе? Сол кезде адамның өмірі өзгереді. Ал енді біліңіз да, қандай сөз бар? Дінімізде мынандай сөз бар. Кім Алла үшін бір жамандығын тастаса, Алла міндетті түрде оның орнын жақсы нәрсемен толтырып береді. Ал кім өміріне Алла үшін жақсы әрекет енгізсе, Алла жақсы көретін. Алла міндетті түрде ол әрекетінің жемісін береді. Шынымен. Сол үшін кішкентай ғана әдеттер болды. Қысқа кеңес осы. Алла разы болсын. Тәжірибемде қолданып көрдім. Пайдасын берді, шынымен. Сол сөзге сену керек деп ойлаймын енді. Біраз уақыт болған секілді, осы отырысымызды соңғы бір сұрақпен қорытындыласақ. Жалпы кеше уағыздарыңыздан кейін, иманның әлсіреуі жайлы айтқаннан кейін, кешегі подкасттың тақырыбы иманның әлсіреуі болды ғой. Содан кейін осындай бір сұрақтар туындады да, біздің иманымыз әлсіремей, нормально, яғни орнында, өзінің нормасында тұрғанын біз қалай байқаймыз? Яғни мынандай ғой, көп адамдар сұрақ қояды ғой, енді жаңағы иманым әлсіреп кетті, бірақ иманым менің нормальный уровеньде екен ғой деп айтатындай бір болу керек қой енді. Соны қайдан білеміз дегенде, мынандай нәрселер бар да. Ең бірінші нәрсе бұл жерде адам Алланы еске алғаннан, Құранды оқығаннан ләззат алады екен. Яғни ол Алланы еске алып отырғаннан, зікір тартып отқаннан, Құран оқып отқаннан жалығып кетпейді. Адам ләззат алып отырады екен. Өйткені Осман радиаллаху анху не дейді? Егер де сендердің жүректерің таза болғанда, сендер Құранды тоқтамай оқи беретін едіңдер дейді. Демек адам қай уақытта истиғфар болсын, зікір болсын, Құран болсын, салауат болсын, қашан оны тоқтамай айта алады? Жүрегі таза болған кезде. Демек, мықты иманның бір белгісі Алланы еске алу осыды. Құран оқу, салауат айту саған жеңіл болады да. Өйткені сен бұның басында ауырлығын сезсең, кейін тек тәттілігін сезесің. Ләззатын сезесің. Жақа жүрекке тыныштық сыйлайды бұның барлығы. Сол кезде жүрекке тыныштық сыйлайды. Жалпы адам қашан бақытты болады деген кезде, Аристотельдер баяғыда айтқан екен де, адамның жүрегі тыныш болған кезде дейді. Сөйтсе біздің Алла тағала не деді? Адамның жүрегін тыныштандыратын бірақ нәрсе бар деді. Ол не еді? Ол Алланы еске алу деді. Сол үшін Алла тағала Құранда қарап отырсаңыздар, Алланы бір рет еске алыңдар деп айтпайды. Жоқ. Фасаббихуху букурата ва асила, таңертең де, кешке де оны еске алыңдар дейді. Жаңағындай уаззакирин Аллаха касира уаззакират, Алланы көптеп еске алатын еркектер, Алланы көптеп еске алатын әйелдер көп деген сөзді көп қолданады Алла тағала. Алланы еске алуға қатысты. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сенің әрдайым ерінің, тілің Алланы еске алудан тоқтап қалмасын, тек Алланы еске алудан ғана құрғасын деді. Сен Алла тағаланы сондай үлкен деңгейде еске ал дейді.
тоқтамай алла адамдар сені жынды деп ойлап қалсын дейді. Қараңыз, сол ғой алланы көптеп еске алу деген мағына осы да. Сол кезде адам жүрегінде тыныштық табады, орнайды, ләззатын сезіп кетеді екен бұл адам деген. Демек жалпы алланы еске алу ауыр болмайды екен. Екінші иманның толыққанның белгісі қандай? Мен оны жамағаттарға айтамын. Қазір бізді көріп тұрған жігіттерге, жамағаттарға, қарындастарымызға үлкен лайфхак. Мен бүйтіп айтамын да, жігіттер деймін да. Егер де мен енді дұрыс қой, біз шақырады, жігіттер отырысқа шақырады, Елдос ұстаз келіңіз деп шақырады. Сосын мен барам, алла жайында, пайғамбар жайында айтам. Сол кезде мен айтам да, жігіттер, сендердің имандарыңның толыққандығының бір белгісі деймін. Сендер алланы және оның елшісін еске алуға маған мұқтаж болмасаңдар деймін. Сол деймін. Яғни сендер мен жоқта қуып кетіп, қайттан наны айтып, прикол ұстап, Құдай, алла жоқ, әйтеуір бүкілін айтасың, бірақ Құдай, пайғамбар жоқ әңгіме болатын болса, онда сендердің имандарың толыққан жоқ. Өйткені сендер алла және оның елшісін еске алуда белгілі бір араларыңда иманды жанның отыруына мұқтажсыздар. Ұстазға, имамға мұқтажсыздар. Ал егер де сен достарыңмен жиналып, өздерің ақ ешқандай ұстазсыз ақ, альхамдулилля, алла және оның елшісі сөйлесе алсаңдар, уағыз қылып, бір-бірлеріңнен ұялмай, мен мынандай нәрсе білдім ғой деп, онда имандарың орныңда. Көрдіңіз бе? Осы онда имандарың орныңда. Және де үшінші тағы бір белгісі бар. Адамның иманының орныққанының бір белгісі амалдарында тұрақты болу. Амалдарында тұрақты болу. Ғалымдарымыз не дейді? Ғалымдарымыз бүйтіп айтады. Карамат деген мәселе бар ғой. Карамат. Бір не деп ойлаймыз ғой біз жаңағындай. Керемет деп ойлаймыз ғой. Керемет, жаңағы біреу судың үстімен жүріп кетіп, аспанмен ұшып, жаңағындай сөйтіп кетеді деп. Ғалымдар айтады, бірақ ең үлкен керемет, ең үлкен карамат ол тұрақтылық дейді. Мынандай сөз бар. Истиқома нафсул карома дейді. Тұрақтылықтың өзі керемет топ табылады дейді. Бұл жерде бүйтіп айтады. Тұрақтылық дейді. Афдолу мин миятил карома дейді. 100 кереметтен артық дейді. Тұрақтылық. Сөзсіз ғалымдарымыз айтады. Тұрақты болған адам әулие адам дейді. Сол үшін амада тұрақтылы болу керек та. Сол үшін ғалымдарымыз дейді, сен бірден көп нәрсені мойныңа жүк қылып алып алма дейді. Жай бір амалда тұрақты болу үшін 1, 2, 3 амалдан бастап, соларды әкеп сіңіріп, сосын ақырындап қоссаң, сол кезде нәпсіңе ауыр тимейтіндей бастау керек. Сол үшін пайғамбарымыз біздің тұрақты болғанымызды қалағаннан бізге күшті кеңес айтты. Қандай? Аздай болса тұрақты деді. Аз-аздан үздіксіз. Аз-аздан үздіксіз. Осы 3 белгісін осы жерде. Бұл амалдар, яғни парыз амалдарынан бөлек. Конечно. Енді көрерменге анық болсын да, енді ол деңгей әртүрлі ғой. Жалпы мынандай да, 5 уақыт намазын қаза қылмай четко оқып жүрген адамның өзі красавчик жігіт. Красавчик қыз. Красавчик мұсылман дейсіз. Яғни бұл нәрселер өзіміздің бойымыздан табылмаса, значит, біздің иманымыз пока не нормально. Пока что иншалла бәрі нормально болсын. Требует ремонта. Көп рахмет, ұстаз. Енді сәл не болсын деп, әңгіме болсын деп, жаңа кішкене бір әңгімеңізге тұздық болсын деп айтып жатқанымыз ғой. Уақытымыз енді біздің де шектеулі, осылай жаңағы бір соған орай осы отырысымызды аяқтайық. Тағы да Аллах Тағала бізге түсіруімізді, тағы да осылай насихат қылуымызды, әңгімемізді өрбітуімізді нәсіп етсін. Осы подкастта тоже адамдарға пайдалы болсын. Енді қолдан келгенше өткенде көрермендердің жаңа кейбір комментариялардың жазғанына байланысты суды микрофонды алшақ ұстап ішуге тырыстым. Енді бұл жерде аузым құрғап қалады, не істеп қалады. Аузым құрғап қалады. Сіз сөйлеп отқан кезде вообще мен енді көп сөйлемеймін ғой. Сондықтан ескерерсіздер. Енді тағы да қандай сұрақтар бар, келесі подкаст, бұл подкаст енді біршама уақытқа дейін жалғасады деген үміттеміз. Сұрақтарыңыз болса,
жекеге, яғни ұстаздың парақшасына тіркеліп, Инстаграм парақшасына тіркеліп қойсаңыздар, болмаса осы ютубта комментарийге қалдырсаңыздар, ол сұрақтар төңірегінде жауаптар жайлы әңгіме айтамыз деп, жауап Айтамыз. береміз деп үміттенемін. Иә. Көп рахмет ұстаз, алтын уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңызға. Алла разы болсын. Осымен тамамдайық.